Талай батырлық пен ерліктерімен атышқан Мамадайыр Мамашықтар егіз болған. Хан балалармен бір ананың емшегін емгедіктен оларды Мамадайыр Мамашық деп атаған. Бұл сөздің мағынасы сүттес бауырлар дегенді білдіреді. Аталық тәрбиесіндегі ханзада хан тағына отырғанда ханның ең жақын сенімді адамдары ретінде Мамадайыр Мамашықтар орданың қауіпсіздігіне жауапты болды және ханның әскери және елшілік тапсырмаларын орындады. Мұндай сүттес бауырлар дәстүрі екі жаққа да тиімді болды. Аталық әулеті таққа жақындай түсті, ал хандар көп санды ең ықпалды Алтай-ру тайпарасынан қолдау тапты. Мамадайырдан тараған ұрпақтардың ішінде Жалаңтөс пен Ақтөстей егіз болған. Ерекше батырлығымен әрқашан жұптары бөлінбей бірге жүргендіктен ағайындары екі төс деп атап кеткен. Шұбартау Жетісуға аты шыққан Тілеу батыр Мамадайырдың Жалаңтөс атасынан тараса, Өмірзақ аталық Ақтөс атасынан туады. Өмірзақ қалың елдің құты болса, Тілеу батыр алмас қылышы еді. Олардың бар өмірі елдің қонысын кеңейту, халықты жаудан қорғау жолындағы жорықтарда өткен. Жалаңтөс пен Ақтөс Әз-Тәуке ханның ұлдары Сәмеке хан мен Болат ханның жанында болып, ерліктерімен аты шыққан батырлар болды. Аталықтың қатаң тәрбиесін көрген хан балалары, жас сұлтандар басын бәйгеге тігіп, ашық майданға шығып, жекпе-жекке шығатын ержүрек батыр, найзагер тұлға болуға тиіс еді. Мысалы, Әз-Тәуке ханның немересі Әбілмәмбет 1730-1734 жылдар жоңғар шапқыншыларға қарсы күресімен белгілі болды. Осы кезден бастап ол өзінің ресми есіміне Бахадур хан тіркесін қосып, есім ойылып жазылған жеке мөр ұстауға құқылы болды.